Сәлем достар, бүгін біз котлеттерді ерекше дайындайтын боламыз. Ол үшін мен 3 картопты кесіп, осылай суға қойып қойдым. Әрі қарай бізге келесі ингредиенттер қажет. 500 грамм фаршымызды алып, оған 1 пиязды ұнтақтап қосамыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Бір қасық тұз, бір қасық қара бұрыш және паприка қосамыз. Жылы суға жібітілген 250 грамм ақ нанды қосамыз. Міндетті түрде суға жібітеміз, себебі көбісі сүтке жібітеді. Сүттің белоктары мен еттің белогы қосылып, онша емес дәм береді. Сондықтан міндетті түрде суға жібітеміз. Енді дайын болған фаршымызды осылай араластырып, шетке қойып қоямыз. Енді картоп пюремізді жасауға кірісеміз. Бірінші піскен картопымызды осылай езіп аламыз. Дәмі дәмді болу үшін сары май қосамыз. Тұз қосамыз. Және 1 кесе сүтті қосамыз. Кішкене укропты майдалап кесіп, дайын болған картоп пюремізге қосып, оны араластырып, шетке алып қоямыз. Енді духовкаға салуға болатын формамызды алып, сары май жағамыз. Фаршымыздан дөңгелетіп, котлеттер жасаймыз. Фарш қолыңызға жабыспас үшін қолыңызды бірінші сулап алсаңыз болады. Енді картопымызды фарштың бетіне әдемілеп қоямыз. Картоптың бетіне ірімшікті осылай әдемілеп безендіреміз. Котлетіміз дәмді және сочный болу үшін осылай жылы суға 1 қасық қаймақты және 1 қасық томат пастасын бірге қосып ерітеміз. Осы рецепті көру барысында менің каналыма лайк қойып жазылуды ұмытып кетпеңіз. Мен үшін өте күшті сыйлық болады. Қаймақ пен томат пастасынан жасалған тұздығымызды осылай енді котлетімізге құйып қоямыз. Пешімізді 180 градусқа дейін қыздырып қоямыз. Енді дайын болған котлетімізді салып қоямыз да 45 минут пісіреміз.
Ал мінекей біздің ерекше котлеттеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер, ұнаса лайк басып жазылыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.